Біздің фильмнің басты кейіпкері Шахмардан Есенов Қазақстанның даму бағытын анықтаған көптеген жаңалықтарды ашты. Оның басшылығымен барлау экспедициялары мұнай кен орындарын, газ шоғырлары мен тау кен қорларын тапты. Нағыз кәсіпқой Есенов те нағыз кәсіпқойлар қатарынан еді. Бірте-бірте ол өз мамандығының сарапшысы, жеке тұлға және басшы ретінде өсе бастады. Сондықтан да 1961 жылы оған Қазақ КСР геология министрі қызметін ұсынғаны таңғалдырмайды. Әріптестері жас министрді бірден өз адамындай қабылдайды. Өйткені олармен бірге оқып, бірге жұмыс істеп, өзін ұйымдастырушы, шаруагер, іздестіруші ретінде көрсете білді. Адамдар оның сөйлеу мәнеріне, атап айтқанда, әрқашан нақты іс жайлы сөз қозғайтындығына қызығатын. Геология министрлігінің көшпелі алқасының бірінші отырысы осыған дәлел болды. Геологтардың жетістіктері шөлді түбектің тіршілігін оятты. Кішігірім портты қалашық аудан орталығына дейін өсті. Маңғыстау тұрғындарын энергиямен қамтамасыз етіп отырған республикамыздағы алғашқы атом электр станциясы да тұрғызылды. Қазақстанның теңіздегі қақпасы бүгінгі Ақтау портының гүлденуі көбіне Есенов пен оның әріптестерінің еңбегінің жемісі. Академиктің аймақ өміріндегі рөліне естелік ретінде оның есімі аймақтағы бас жоғары оқу орны Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетіне берілген. Есенов КСРО-ның ең жас министрі, ал кейіннен ғылым академиясының ең жас президенті болғандықтан ба, оның көңілі әрдайым жастарға тартатын. Ол жас ғалымдардан ғылыми және қоғамдық ой өрісінің бостандығын көретін. Академияның президенті болып сайланғаннан кейін Шахмардан Есенов ғылыми ортаны жасартуды қолға алды. 1967 жылдың желтоқсан айында ол академияның жас ғалымдарының жиналысын ұйымдастырып, мұнда еліміздің түкпір-түкпірінен 600-дей өкілінің басын қосты. Дәрістер мен тәжірибелік сабақтарды өткізу үшін Есенов тұрақты түрде Қазақстан мен КСРО-ның өзі жеке танитын ең ірі ғалымдарын тартты. Бұл студентке әлі де институт қабырғасында бола тұра, өзін үлкен ғылымның бір кірпіші ретінде сезінуіне, оның ең жаңа үрдістерімен танысуына мүмкіндік берді. Өзінің студенттері үшін әрине Есеновтың өзі үлгі болғаны рас. Ұлы алыстан көрінеді демекші. Ұлы қазақстандық ғалымдар Қаныш Сәтбаев, Шахмардан Есенов, Шафик Шокин және олардың замандастары жасаған таңғажайып жаңалықтар ашу дәуірі неғұрлым алыстаған сайын, олардың істері соғұрлым ауқымды болып көрінеді. Бірақ бұл тұлғалардың орны тек қана өткенде емес. Олардың ықпалымен қазақстандықтардың жаңа буыны біздің бүгінгі күнімізді айқындайтын олардың идеяларын жүзеге асырып жатыр. Ақтау халықаралық порты жұмыс істеп дамуда. Есенов құрастырған карталардың негізінде жеріміздің пайдалы қазбаларын барлау жүргізілуде.